Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге адам-компьютер өзара әрекеттестігі, яғни Human Computer Interaction туралы айтып беретін боламын. Бұл тақырып қазіргі заманда өте маңызды. Себебі біз күнделікті өмірде түрлі құрылғылармен жұмыс жасаймыз. Смартфон, компьютер, смарт сағаттар, тіпті ақылды үйлермен. Олардың барлығымен қалай әрекеттесеміз? Бұл сұраққа HKI жауап беретін болады. Слайдқа келетін болсақ, адам-компьютер өзара әрекеттестігі дайындаған Нұртаза Фатима, тексеруші Байдуллаевна Айгерім, ХБ 24-2К тобы. Бірінші слайдқа келетін болсақ, анықтамасы. Адам мен компьютер арасындағы әрекеттестік мақсаты жүйені қолданушыға ыңғайлы ету, пәндер қиылысы, психология, информатика, дизайн. Яғни, адам-компьютер өзара әрекеттестігі бұл адамның компьютермен қалай байланысатынын, оны қаншалықты тиімді қолданатынын зерттейтін ғылым мен технология саласы. Оның басты мақсаты компьютерлік жүйені адамдарға ыңғайлы, қарапайым және түсінікті ету. Бұл салада психология, информатика, дизайн және инженерия тоғысатын болады. Келесі бізде Human Computer Interaction'ның маңыздылығына келетін болсақ, технологияны түсінікті ету, қолдану процесін оңайлату, пайдаланушы тәжірибесін жақсарту, қате аз, өнімділік жоғары. Неліктен бұл сала маңызды болып табылады? Себебі, дұрыс жасалған жүйе адамға уақыт үнемдеуге, өнімді жұмыс істеуге және қателіктерден аулақ болуға көмектеседі. Ал нашар интерфейс керісінше адамды шатастырады, қате жасатады, тіпті жүйені мүлде қолданудан бас тартуға әкелуі мүмкін. Келесі бізде құрамдас бөліктері пайдаланушы компьютер интерфейс, яғни HKI үш негізгі элементтерден тұрады. Біріншісі бізде пайдаланушы, бұл құрылғыны қолданатын адам, яғни біз, компьютер аппараттық немесе бағдарламалық жүйе. Үшіншісі бізде интерфейс, адам мен компьютер арасындағы байланыс құралы, бұл түнтуір, пернетақта, сенсорлы экран, дауыс командалары немесе ишара болуы мүмкін. Келесі бізде интерфейстің түрлері: графикалық интерфейс, дыбыстық интерфейс, сенсорлық интерфейс және виртуалды және толықтырылған шындық. Қазіргі таңда интерфейстің бірнеше түрлері бар. Біріншісі бізде осы графикалық интерфейс, біз көріп басып отыратын батырмалар, мәзірлер. Дыбыстық интерфейстер, мысалы Siri немесе Google Assistant. Үшіншісі бізде сенсорлық интерфейс, телефон немесе планшет экраны. Келесі бізде виртуалды және толықтырылған шындық, яғни 3D көзілдіріктер арқылы басқару. Келесі слайд бізде қолдану салалары туралы: веб-сайттар мен мобилді қосымшалар, ақылды үйлер мен құрылғылар, білім беру жүйелері, медицина, көлік, ойын индустриясы. Яғни, HKI барлық жерде қолданылады. Веб-сайттар мен мобилді қосымшаларда, білім беру жүйелерінде, интерактивті тақта, онлайн платформаларда, медицинада пациенттерге арналған құрылғылар ретінде де қолданылатын болады. Автокөліктерде сенсорлы экрандар, навигация, ойын индустриясында геймпад, қозғалыс датчиктері болып та қолданылатын болады. Келесі бізде жақсы интерфейстің түрлері: интуитивті, түсінікті, жылдам жұмыс істейді, эстетикалық тартымды, қолжетімді, қателерді болдырмайды. Яғни жақсы интерфейстер мынадай болуы мүмкін: қарапайым әрі түсінікті, қолдануға ыңғайлы, жылдам жұмыс жасайтын, қателіктерден қорғайтын, көрнекі және эстетикалық жағынан тартымды, барлық қолданушыға қолжетімді, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі адамдарға да. Келесі бізде мысалдарға келетін болсақ, Google, Instagram, TikTok, дауыс көмекшілері, Siri, Google Assistant, VR ойындар мен жаттығу бағдарламалары. Яғни, біз күнделікті қолданылатын көптеген жүйелер осы HKI-дың нәтижесінде болады. Google тез әрі қарапайым іздеу жүйесі, Instagram мен TikTok визуалды контентпен жұмыс істеуге ыңғайлы, Siri және Alexa дауыс арқылы әрекеттесу, виртуалды көзілдіріктер ойын немесе оқу үшін виртуалды ортада жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Келесі бізде пайдаланушы тәжірибесі, IX.
қолданушы сезімі мен әсері, яғни уақытты үнемдейді, қанағаттану деңгейі артады, интерфейсті бағалауда маңызды рөл атқарады. Яғни HKI тек құрылғыны басқару ғана емес, сонымен қатар пайдаланушы тәжірибесін жақсартуға бағытталған. Бұл қолданушының құрылғыны қолдану барысында алған әсері. Егер интерфейс түсінікті болса, адам қиналмай жұмыс жасайды, уақытын үнемдейді, ал бұл қанағат сезімін арттыратын болады. Осы тақырыптың болашақ бағыттарына келетін болсақ, жасанды интеллектпен біріктіру, қимылмен басқару, мидың сигналы арқылы басқару, барынша автоматтандырылған жүйелер. Яғни адам компьютер әрекеттестігі болашақта мүлде жаңа деңгейге шығатын болады. Жасанды интеллектпен біріктірілген интерфейстер, көзқарас немесе қимылмен басқару, мидың сигналы арқылы құрылғыларды басқару. Бұл қазірдің өзінде зерттеліп жатқан дүниенің бірі. Автоматты түрде бейімделетін интерфейстер, яғни жүйе адамның әрекетіне қарап, өздігінен өзгеріп тұратын болады. Келесі бізде қиындықтар мен шешімдерге келетін болсақ, әртүрлі пайдаланушылардың қажеттіліктері, қателердің алдын алу, қолжетімділік мәселелері, шешімі, дизайнды барлық пайдаланушы үшін бейімдеу. Яғни HKI-де де қиындықтар болады. Мысалы, әр адамның құрылғыны қолдану әдебі әртүрлі. Кей адамдар технологиямен тез жұмыс істесе, кейбіреулер баяу жұмыс жасайды, және бұл олар үшін қиын болуы мүмкін. Сондықтан интерфейстер барлығына бейімделе алатындай болу керек. Қолжетімділік, қауіпсіздік және қарапайымдылық бұл HKI-дың басты шешімдерінің бірі болып саналады. Қорытындылай келетін болсақ, HKI адам мен технология арасындағы көпір, қолданушыға бағытталған жүйе, табыстың негізі. Бұл сала күн сайын дамып келеді. Адам компьютер өзара әрекеттестігі бұл адам мен технология арасындағы көпір болып саналады. Бұл сала арқылы біз технологиямен еркін, сенімді және ыңғайлы жұмыс жасай аламыз. Болашақта HKI одан әрі дами түседі, ал біз оған дайын болуымыз қажет. Назарларыңызға рахмет. Бітті.